Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін, миксерді қажет етпейтін керемет мега шоколадты кекстер әзірлейміз. Кекстерімізді миксерсіз жасасаңыздар да осылай көтеріледі, әрі жұмсақ болып піседі. Видеода көргендеріңіздегідей. Енді кекстерімізді дайындауға қажетті заттарымыз бізге жұмыртқа қажет, шекеріміз, Қазақстан шоколадымыз, қопсытқыш, сары май және ұн қажет. Ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ең алдымен Қазақстан шоколадымыз бен сары майымызды ертіп аламыз. Таза шоколад пайдаланыңыздар. Мен осы Қазақстан шоколадын таңдадым. Сары майымызды қосып ертіп аламыз. Бөлек ыдысымызды аламыз, жұмыртқамызды саламыз, шекерімізді саламыз, ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып араластырып қоямыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап венчикпен араластырамыз. Шекеріміз еру қажет. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді алдын ала ертіп дайындап алған шоколадымыз бен сары майымызды қосамыз. Барлығын қосып араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. Араластырамыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай тестамыз дайындап алдық. Сұйықтау болып шығады. Ортасы піспей қала ма деп уайымдамаңыздар, пісіп шығады, әрі дәмді болады. Арнайы кекстеріміздің формамызда бәрін құйып шығамыз. Сұйықтау болады, видеода көргендеріңіздегідей. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. Осы рецептпен жасасаңыздар 12 штук кексіміз пісіп шығады. Осылай барлығын құйып шығамыз формаларымызға. Қазіргі балдар демалыс уақытында істеп берсеңіздер, балдарыңызға міндетті түрде ұнайды. Осылай барлығын құйып алдық тестамызды. Енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 180 градуста жарты сағатта 30 минутта пісіп шығады. Қараңыздар, қандай күшті көтерілген кекстеріміз. Осымен мега шоколадты кекстеріміз дайын. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Осылай жұмсақ болып шығады. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош, сау болыңыздар.